Қайырлы күн, менің сұлу оқырмандарым. Бүгін сіздермен қара даққа, пигментацияға жақсы көмектесетін тағы бір масканы бірге жасайтын боламыз. Ол үшін бізде куркума, 1 шай қасық қаймақ, 1 шай қасық бал және де лимон шырыны керек. Барлық қоспаны бір ыдысқа салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл масканы аптасына 2 рет жасап тұрсаңыз болады. Және де мен сіздерге өзімнің бет күтіміндегі лайфхактарыммен бөлісіп кетейін. Мен негізі өзім қара торымын. Сондықтан күнге шыққан кезде тез қарайып кетемін. Қайта қалпына келу үшін дұрыс бет күтімін таңдаймын және де осы маскаларды жасаймын. Бұл куркуманың пайдасы өте көп екен қыздар. Беттегі дақтарды кетіріп, текстейді, жылтыратады. Нәтижесі жақсы болу үшін 1 ай тұрақты түрде аптасына 2 рет қолдану керек. Бұл масканы бетте 15 минут ұстағаннан кейін жуып тастап, бетке нәрлендіретін кремдер жағамыз. Себебі маска бетті құрғатады. Қыздар, масканы жасап көріңіздер, әсерін комментарияға жазып қалдырсаңыздар болады. Бұл маска кожамызға жағатынын не жақпайтынын біліп алу үшін алдымен қолымыздың бір жеріне жағып көреміз. 10-15 минут ұстаймыз. Жуып тастағаннан кейін қызарған болса, бұл сізге жақпайды деген сөз. Видеом пайдалы болса, лайк басып, комментария жазып кетсеңіздер болады. Және де мен секілді қара торы достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.